Сәлем достар, бұл JavaScript курсының 4-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта өрнектер мен операторлар туралы үйренеміз. Бұл үшін біз алдындағы жасап кеткен index.html файлымызды ашамыз браузерден, және де біз разработчик көмекші құралын шақырамыз. Одан кейін редакторымызды ашамыз. Алдыңғы жазып кеткен кодымыздың барлығын өшіріп тастайық, біз қазір жаңадан жазамыз. Ең бірінші қарастыратын операторымыз ол тағайындау операторы. Жазып кетейік, мысалы қалай болатынын. Мен мына жерге x салып кетейін. 15 қосу 25 дейін. Енді біз x мәнін шығарайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартамын. Міне сіздер консольда көріп тұрғаныңыздай 40 деген саны шықты. Яғни 15-ке 25 қоссақ ол 40 болып тұр. Жалпы белгілі бір айнымалыға, біздің мысалда ол x, кез келген бір таңбаларды белгілеу, осыны тағайындау дейміз. Тағайындау операторы міне тең болады деп отқамыз. Жалпы тағайындау операторы тең болады жалғыз емес, басқа да түрлері бар. Осы мысал негізінде мен қазір тағы да бір есеп көрсетейін. 25 қосылғанды алып тастайық. X тең болады x қосылған 25 дейін. Сақтаймын. Парақшаны жаңартып қарайық. 40 саны сол күйінде шығып тұр. Мана айтып кеткендей тең болады емес дедім мен жалғыз. Сондықтан да мен қазір осыны қысқаша жазамын. Плюс тең болады деп жазам. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. 40 сол күйі шығып тұр. Неге олай болып тұр? Өйткені бұл қысқартып жазылған түрі x-ке 25-ті қос деп тұрмын мен. Және де x-тің мәніне қайттан бер деп тұрмын. Ол манаға жазып кеткеніміз сияқты міне былай болып тұр қазір тұрғанда x қосылған 25 деген. Дәл осы сияқты тек қарапайым күйінде қысқартылып жазылады. Плюс тең болады 25 деп. Сол кезде 40 саны шығып тұр бізде. 15-ке біз 25 емес 10-ды қосайық мысалға. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. 25 пайда болды. 15-ке 10-ды қостым, 25 пайда болады. Жалғыз қосу таңбасы емес, көбейту таңбасын да салу болады. Ол кезде 15-ті 10-ға көбейтемін де x мәніне қайттан берем, теңестіріп сақтадым. Парақшаны жаңартайын, 150 болды. Дәл сол сияқты бөлуді де салу болады бізге. Алуды да салу болады. Жалпы есептерді бастаған екенбіз. Енді тағы да бір мен қалдықпен шығаратын операторды көрсетіп кетейін. Қазір мен x тең болады деп алып тастайын мына жерге. 15-ті бөлемін деймін. 6-ға дейін. Қараңыздар, 15-ті 6-ға бөлсем мен 12 болады. Яғни 15-ті 6-ға бөлген кезде ең жақын бөлінетін саны ол 12. Сол 15-тен 12-ні алып тастаймын, 3 болады. Қазір мына x айнымалымыз бізде 3 болу керек. Парақшаны жаңартам. Мына жерде 3 саны пайда болды міне. Сізге әлде де түсініксіз болып тұрса мен 30-ды берейін осы жерге. 30-ды мен 11-ге бөлейін. 30-дан 11-ге ең жақын бөлінетін саны ол 22. 30-дан 22-ні алып тастасам ол 8 болады. Сақтадым. Парақшаны жаңартамын. Мына жерде міне 8 пайда болды. Осылайша міне қалдық есепті осылай шығаруға болады. Тағы да бір оператор түрі бар. Ол инкремент пен декремент деген. Осы 11 санын өшіріп тастайық. 30-ды қалдырамыз. X-ке мен былайынан плюс деп 2 рет салып кетемін. Сақтадым. Парақшаны жаңартамын. 31 болды. Яғни бұл бір-бірден қосылып тұрады. Осыдан кейін тағы да біз x плюс таңбасын салып кететін болсақ, онда тағы да бір санға көбейеді. Міне парақшаны жаңарттым. 38 саны пайда болды. Дәл сол сияқты тағы да плюс-тың орнына біз минус таңбасын салатын болсақ, онда бір санға шегеріледі. Парақшаны жаңартам. Міне 29 саны пайда болды. Осы инкремент санының да тағы да бір ерекшелігі бар. Оны оң жағына да салу болады, сол жағына да салу болады. Мысалға біз x-тің алдына саламыз, плюс таңбасын міне сақтадым. Парақшаны жаңартам. 31 пайда болды. Минус таңбасын салам, онда шегеріледі. Бізде тағы да 29 пайда болады. Сіздерде осы жерде сұрақ туы керек. Оң жаққа салған мен сол жаққа салғанның қандай айырмашылығы бар деген. Сіздерге көрсетіп кетейін. Осы жерге мен y деп жазайын. Y тең болады плюс x дейін. Ал мына консоль логқа біз y таңбасын салып кетейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. 31 пайда болды. Ал енді мына x-ке мен кейін салайын. Плюс сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне 30 болды. Яғни ол көбейген жоқ. Неге? Сіздерде сұрақ туы керек осы жерде. Өйткені ол әуелі x-тің мәнін береді y-ке, содан кейін барып x мәні көбейеді. Қазір осы тұрғанда x мәні 31 болып тұр, ал y мәні 30 болып тұр. Консоль логқа біз екінші x мәнін шығаратын болсақ, бірінші y мәнін шығарып тұрмыз міне, екіншісіне x мәнін шығарып тұрмыз. Үстіңгісінде қазір y мәнінде 30 болады да, ал x мәнінде 31 болады. Парақшаны жаңартам. Міне 30, астында 31 деген сан шықты. Ал егерде мен қайттан x-тің алдына плюс деп салатын болсам, онда ол әуелі көбейтіп алады 30 санын, 31 қалып, содан кейін барып y-тің ішіне салады. Ол кезде y-те x-те 31-ге тең болады. Ал егерде біз артқы жағына салатын болсамыз, плюс деп,
онда ол әуелі x-тің мәнін y-ге беріп алады 30 қылып, содан соң 31 қылып өзінің мәнін көбейтіп алады. Дәл солайда минус таңбасы бойынша дәл солай жұмыс істейді. Парақшаны жаңартайын. Үстіңгісінде 30 болып тұр, астыңғысы 29 болып тұр. Алдына салайын, минус таңбасын сақтадым. Парақшаны жаңартам. Екеуі де міне 29 болды. Бұны түсіндіңіздер деп есептейік. Тағы бір оператордың түрі ол салыстырмалы операторлар. Оны қазір біз көрсетіп кетейік. Салыстырмалы түрде жасаған кезде оның шығатын мәні true false пен белгіленеді. True деп отқанымыз шындық, false деп отқанымыз өтірік. Ол үшін біз if таңбасын саламыз. Ішіне 20 тең болады дейміз, 20 дейміз. Фигуралық жақша ашамыз, ішіне console log жасайық. Бұлар тең деп жазайық. If деп отқанымыз егерде деген сөз. Тағы да біз қазір жазып кетеміз else деген. Орысша иначе деген сөз, қазақша болмаса деген сөз. Яғни мына if-тің ішіндегі егерде деп осы нәрсеміз true болатын болса, онда мына фигуралық жақшаның ішіндегі заттардың бәрі орындалады. Ал бұл false болатын болса, болмаса деген else орындалады. Бұның ішіне біз жазып кетейік. Console log'та да жоқ, бұлар тең емес деп жазайық. Сақтадым. Міне 20 деп екі жақ қарай салдым мен. Ортасына тең болады екі белгісін салдым. Неге тең болады деп жазам? Бұл салыстыру операторы, яғни 20-ға тең ба деген сияқты. 20-ға тең расымен де, сондықтан да ол шындық, бұл жер true болады. Сосын да ол if үстіндегі блок орындалады. Бұлар тең деген console log шығады бізде қазір. Парақшаны жаңартам. Бұлар тең деген жазу шықты міне. Ал егерде біз 20-ға 21-ді тең болады деп жазатын болсақ, сақтадым. Парақшаны жаңартам. Жоқ, бұлар тең емес дейді. Неге? Өйткені бұл жерде false мағынасы шығып тұр. Үнемі салыстырмалы операторы true мен false-та ғана қайтарады. Сондықтан да олармен if пен else мен жұмыс жасау өте оңай. Мысалға мен қазір 20-ны 21-ден үлкен дейін, міне осындай таңба салынады. Парақшаны жаңартам. Жоқ, бұлар тең емес деген шығады. Неге? Өйткені 20 бізде үлкен емес 21-ден. Ал егерде қазір керісінше салатын болсақ, 21 20-дан үлкен деп сақтайын. Парақшаны жаңартам. Бұлар тең деген шығады. Неге? Өйткені 21 расымен де 20-дан үлкен, ол true болады. Осы код орындалады. Бұл жерге түсініктірек болу үшін true деп жазып қояйық. Ал астына false деп жазып қояйық. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. True міне шығып тұр. Егерде екеуінде мен 21 десем, онда 21-ден кіші емес, false бізде орындалады. Парақшаны жаңартам. Міне false шықты. Ал егерде біз 21-ден кіші немесе тең деген таңбаны салатын болсақ, міне осындай оператор бар. 21-ден кіші немесе тең деген сөз мынау. Онда ол true болады. Өйткені біздегі жағдайда 21-ге тең. Дәл сол сияқты қазір 21-де 20 салатын болсақ, мына операторымыз тағы да орындала береді. Неге? Өйткені 21-ден 20 кішкентай, ол true болады. Парақшаны жаңартам. Міне true сол күйінде шығып тұр. Дәл сол сияқты осы таңбаны да теріс қарай салатын болсақ, біз 20-дан кіші деп жатырмыз, 21 болу керек, немесе тең болу керек деп жатырмыз. Бұл жағдайда бізде false болады, өйткені олар ешқандай да тең емес, әрі 21 20-дан кіші емес. Жалпы екеу тең деген мағынаға оператор түсінікті, екі тең болады саласыздар, 21-ге 21 тең болса деген. Міне парақшаны жаңартам, ол true болып тұр. Ал сізге екінші сұрақ туы керек, егер тең емес болса деген сізге условие керек болса, онда мына жерге ең біріншісіне біз леп белгісін саламыз. Леп белгі тең болады мен. Ол кезде біз 21-ге 21 тең болмаса ғана орындалады деп тұрмыз. Парақшаны жаңартайық. False болады. Неге? Өйткені 21 21-ге тең. Ал мына жерге біз қазір 19 санын салатын болсақ, сақтадым. Ол екеуі бір-біріне тең емес, ол true болады. Міне парақшаны жаңартам. Міне true болды. Яғни 19 21-ге тең емес деген ол жағдай орындалып тұр. Бұл условияны қиындатуға болады. Ол үшін бізде тағы да бір оператор бар, және деген сөз. Және деген міне мындай екі рет салып кетеміз. Ағылшын және таңбасын. Сосын 15 кіші 30-дан дейік. Енді қараңыз, біз егерде деп тұрмыз, 19 бен 21 тең емес болса, және деп тұрмыз, 15 30 санынан кішкентай болса деп тұрмыз. Біздің жағдайда бәрі де орындалып тұр, бәрі де рас, ол true болады. Сондықтан да мына үстіңгі блок орындалады. True деген. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне көріп тұрғаныңыздай true шығып тұр қайттан. Ал егерде мына жерде мен керісінше 15-ті 30-дан үлкен дейтін болсам, сақтадым. Парақшаны жаңартам. Онда false орындалады. Неге? Өйткені біз қараңыз қайттан басынан бастап түсіндіріп айтып көрейін. Егерде деп тұрмыз, if деп 19 бен 21 тең емес болса деп тұрмыз. Бұл жерде бұл орындалады, бұл true болады. Одан кейін 15 30-дан кіші деп тұрмыз. Бұл жерде false шығады.
Сонда қараңыз, true мен false екеуі және деген кезде екеуі де true болмаса, онда бұның орнына false шығады. Ең сонда бізде false мәні шығып тұр, сондықтан да else мағынасы орындалып тұр, міне false деген. Қайттан кейін қарай бәрін қойтып қояйын. Ал егерде біз мына жерде және деген таңбаны ауыстыратын болсақ, басқа операторға немесе деген таңба бар. Ол үшін екі тік жақша саламыз. Қазір қараңыздар, парақшаны жаңартам, true'ге ауысып кетті. Неге? Өйткені мына екеуінің біреуі ғана true болатын болса, онда осы ішіндегі орындалатын мән. Біздің жағдайда мына 19 пен 21 true болып тұр, ал мына 15 пен 30 false болып тұр. Бір true орындалған соң, мына if бізде условиясы орындалады. Міне true шығып тұр. А егерде біз қазір 21 деп жазып қоятын болсақ, 21-ге 21 тең болған соң бұл орындалмайды. Бұл жерде false болады. Екеуде false болған соң, мына біздегі астыңғы жағдай орындалады. Парақшаны жаңартам, міне false астында шықты. Сізге егерде кішкене қиынырақ болып жатса, оңайырақ болу үшін мен былайша түсіндіріп кетейін. True салайын мына жерге, а мына жерге мен false салайын. Енді қараңыздар, қазір үстіңгі жағдай орындалады. Парақшаны жаңартам, міне true орындалып тұр. А егерде екеуде false болатын болса, сақтадым, парақшаны жаңартайын, онда false деген астыңғы жағдай орындалатына, else деген, болмаса деген жағдай орындалады. Ал егерде мына жерде true деп тұрсақ, ал екіншісі false болып, ал ортаңғы таңбасы және деген таңба болатын болса, сақтадым, парақшаны жаңартайық, онда ол false болады. Неге? Өйткені және деген условияда екеуде true болу керек. Не true деп екіншісін салып қойдым, парақшаны жаңартам, true пайда болды, не көріп тұрсыздар. Дәл сол сияқты жалғыз екі ғана условияны бермей, бірнеше условия беруге болады. Ол үшін біз тағы да мысалы таңбасын салып кетуге болады, және деп true. Барлығы да true болатын болса, үстіңгі жағдай орындалады. Парақшаны жаңартам, не true орындалып тұр. Ал біреу ғана тек false болатын болса, онда астыңғы жағдай орындалады. Неге? Біз және таңбасын қолданып тұрмыз өйткені. Парақшаны жаңартам, не false таңбасы пайда болды. Және де одан да бір қиын тағы да бір нәрсесі бар, бірақ жақсылап түсініп алыңыздар. Жақшаны алатын болсақ, жақша бірінші орындалады, математикадағыдай. Мына ішіне біз немесе деген таңбаны салайық. Сақтадым, парақшаны жаңартайын, true болды. Неге? Өйткені бірінші жақша іші орындалып тұр. Бізде false немесе true деп тұрмыз. Мына жердегі немесе таңбасы тұр. Біреуі ғана true болатын болса, онда екеуінде true мағынасы шығады. Мына жерде бізде қазір true деген мағына шығып тұр былай остырғанда. Сосын true мен true орындалып тұр бізде. Қайттан кейін қарай қойып қояйын. Ал егерде мына жерде true'дің орнына false болатын болса, сақтадым, онда ол орындалмайды. Неге? Өйткені бізде false пен false шығады. Сосын true мен false ол бізде false орындалады. Артқа қарай шегіндірейік, сақтайын. Мана жерде бізде true орындалып тұрды. Ал егерде ортасындағы таңбаны және де ауыстыратын болсақ, ол орындалмайды. Неге? Өйткені false пен true және деген таңбаны таңдайтын болсақ, онда біздің орнымызда бұл жерде false мағынасы шығады. Сосын true мен false бізде false-ты құрайды. Парақшаны жаңартам, міне false пайда болды. Әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Let деп жазайын. Let x дейік. X-ке 10 санын берейік. Сосын былай жазайық ішіне. X бізде тең болады, 10-ға тең болатын болса дейік. Онда X-ке 15-ті қос дейміз. Ал соңына біз x мәнін шығарайық консоллыққа. Мына жерге x дейік. Сақтадым. Else-ні өшіріп тастайын. Парақшаны жаңартып көрейік. 25 пайда болды. Неге? Өйткені бізде x 10-ға тең болып тұр. Сондықтан да мына жағдай орындалып тұр. А егерде біз x тең болады 12-ке дейтін болсамыз, онда мына жағдай орындалмайды. 15-ке көбеймейді. Бізде x 10 саны шығады. Парақшаны жаңартайық. 10 саны шығып тұр міне. Битсек те болады. X тең болады адам деп жазайық мына жерге. Болмаса дейік, else деген жазу. X тең болады жануар деп жазайық. X 12-ке тең болатын болса деп жазып тұрмыз. Біздің жағдайда болмаса деген жағдай орындалады. Қазір қараңыздар, парақшаны жаңартам. Міне жануар шығып тұр бізде. А егерде мына жерде мен 10 деп салатын болсам, парақшаны жаңартам, адам шығады. Тернарный оператор дегеніміз де бар. Осыны қысқартып жазуға болады. Ол қалай? Қазір сіздерге көрсетемін. X деп жазам, тең болады деймін. Жақшаң ішіне X тең болады егерде 10-ға болса, онда сұрақ белгісін салып кетем. Оның ішіне біз адамды бер дейміз. Болмаса жануарды бер дейміз. Жануар. Мынаны өшіріп тастайын. Сақтаймын. Парақшаны жаңартсам, адам шығып тұр.
Ал егер де мына жерде мен x 10-нан кіші десем, парақшаны жаңартам, жануар шығады. Неге? Өйткені бұл жағдай орындалмай тұр. Сондықтан да екіншісі бізге беріліп тұр. Егер мына жағдайымыз біздің орындалатын болса, мына x мәніне адамды береді. Ал егер де бұл жағдай орындалмайтын болса, онда x-ке жануар мәнін береді. Осыменен JavaScript 4-ші сабағымызды аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.